Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәні 98-ші сабақ, 56-шы жаттығуға қараймыз. Мәтінді тыңда. Атан түйе шөккен жері. Жасы 80-ге тақаған кезінде Райымбек батыр еліне мені ана тұрған ақ атанға мінгізіп, көштің басын хан тәңірге бұрыңдар. Ақ атан шөккен жерге елді қоныстандырыңдар депті. Бәрі қарт батыр айтқандай болады. Ел көшіп қауға қарай бұрады. Көш қазіргі Алматы облысы Райымбек даңғылы бойындағы орталық зират орналасқан жерге жетіп тоқтайды. Сол араға атан түйе де шөгеді. Ел осы араға қоныстанады. Көп ұзамай Райымбек батыр дүние салады. Батырдың зираты да сол жерге орнайды. Бабаңнан саған не қалған кітабынан. Мәтін неліктен атан түйе шөккен жер деп аталған, мәтіннен сын есімдерді тап дейді. Себебі Райымбек батырдың елі атан түйе шөккен жерге қоныстанған, батырдың зираты да сол жерге орнатылған. Мәтіндегі сын есімдерді тауып көрейік балалар. Сөйлемде жасы 80-ге тақаған кезінде Райымбек батыр еліне мені ана тұрған ақ атанға мінгізіп, көштің басын хан тәңірге бұрыңдар. Қандай атанға? Ақ атанға. Ақ. Ақ атан шөккен жерге елді қоныстандырыңдар дейді. Қандай атан? Ақ. Бәрі қарт батыр айтқандай болады. Қандай батыр? Қарт батыр. Қарт сын есімі. Ел көшін тауға қарай бұрады. Көш қазіргі Алматы қаласы Райымбек даңғылы бойындағы орталық зират орналасқан жерге жетіп тоқтайды. Сол араға атан түйе де шөгеді. Ел осы араға қоныстанды. Көп ұзамай Райымбек батыр дүние салады. Батырдың зираты сол жерге орнайды дейді. Мақалдардың ішінен мәтін мазмұнына сәйкес келетін тауып жаз дейді. Мақалдарды оқиық. Егіннің жайын еккен білер, ексен егін ішерсің тегін. Сәуір болмай тәуір болмас. Отансыз адам ормансыз бол. Айлалы батыр алдырмас. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болар. Яғни атан түйе шөккен жер деген мәтінге сәйкес келетін мақал. Айлалы батыр алдырмас. Адамға тән қасиеттер жағымды және жағымсыз дейді. Жағымды қасиеттерін жазып көрейік. Қайырымды, әдепті, мейірімді, сабырлы, сыпайы, тәртіпті. Жағымсыз қасиеттер: қатыгез, қорқақ, өтірікші, әдепсіз, тәртіпсіз, шыдамсыз. Бұлардың барлығы да қандай деген сұраққа жауап береді және сын есімдер. Тегі сөздер қай қарындаш түсіне сәйкесетін тап. Соң оларды тіркестіріп жазып. Қоңыр аю, ақпар, қызыл түлкі, көк аспан, сары балапан, жасыл шырша. 59-шы жаттығуды қатесіз жазамыз. Бұл бізде соңғы жаттығу болатын балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.